Қазақстанның ірі қалаларында 15 жастан асқан тұрғындардың 27% энергетик сусын ішеді. Олардың 72-сі энергетикті аптасына кемі бір рет тұтынады. Алдынан көп жасөспірімдер шығады, қолдарында бір банка энергетик сусындары бар. Ол таңғы аш қарынға дейміз ғой, мысалы оразасын сонымен ашып келе жатыр ол. Ал сол уақытша сергектік кезінде ағзада не болып жатыр? Ол бірден қанға түскен кезде қандағы қанттың мөлшері бірден көбейеді, ол бір адамға күш, энергия берген сияқты әсер етеді. Миға бір жұмысы жақсарған сияқты, ол уақытша бірден жаңа көп мөлшерде түскендіктен организм оны май ретінде өзіне запас жинай бастайды. Дәрігер энергетиктің жүрекке әсері туралы да ескертеді. Барлық ішкен адамдар айтады, жүрек тарсылдап, жүректің соғу жиілігі 200-ге дейін кетіп қалатын кездер болады осы сусындарды ішкен кезде. Соның әсерінен жүрек ақаулары да, мысалы жүректің кеңейіп кетуі, үлкен күшпен жұмыс істегендіктен осындай проблемалар көп кездесуде. Қант диабетінің жасаруы өте жиі кездесіп бара жатыр. Асқазан эрозиялары, жараларын тудырады, немесе бауыр ауруы, ұйқы без аурулары. Ал энергетикті қайта-қайта ішу әдетке айналса ше? Мысалы тәуелділік құрамында кофеині бар заттарға да болады. Сол сияқты бұл энергетикалық сусындар да тәуелділіктің бір түрін шақырады.